Ақ жол фракциясының сауалы премьер-министрге. Жақында президент Тоқаев қайғылы қаңтар оқиғаларына қатысты хабар телеарнасына берген сұхбатында парламенттік жүйені байыпты түрде реформалау қажеттігін атап өткен болатын. Ал 11 қаңтарда мәжілістің жалпы отырысында мемлекет басшысы кейбір мемлекеттік органдардың қызметін сәтсіз деп танып, қоғамда әлеуметтік теңсіздік пен мүліктік жіктелуге әкеп соққанын айтқан. Осыған байланысты ол әлеуметтік экономикалық саясатты қайта құрып, оның ішінде бюджеттің қосымша кіріс көздерін табу туралы тапсырма берді. Ақ жол фракциясы бүгінде ондай көздердің бар екенін, тек олардың қоғам үшін көрінбейтінін, ал оның ресурстары мемлекетке емес, аз ғана бір топтың мүддесіне ғана қызмет етеді деп есептейді. Дәл осы парламент жүйесін реформалау арқылы осы қаржы көздерін жарыққа шығарып, және оларды халыққа қызмет еткізуге мүмкіндік бар. Ақ жол партиясы бірнеше жылдар бойы жыл сайынғы республикалық бюджетті бекіту және оның жүзеге асырылуы бойынша есеп тыңдау барысында үкіметке осы талапты үнемі қойып келе жатыр. Мәселе экономикамыздың 60%-ын құрайтын 6,5 мың заңды тұлға кіретін квазимемлекеттік сектордың қоғам алдындағы ашықтығы мен есептілігі туралы болып отыр. Квазикәсіпорындардың жарғылық капиталы мен шығындары мемлекеттік бюджеттің миллиардтаған сомасынан құралып, тұрақты толықтырылып тұрады. Алайда олардың жұмсалуы, яғни офистер мен көліктерді ұстау, сыйақылар мен бонустардың қалай бөлінуі барлығы қоғамға да парламентке де жұмбақ. Сондай-ақ олардың қандай табыс тауып және оны қалай ұстайтындарын да ешкім білмейді. Дәл осы жерде жүйелі бұзушылық орын алып, жемқорлық тамырын жаюда және мемлекет есебінен еш шектеусіз және орынсыз баю көзіне айналған. Шығынға белшесінен батып жатса да менеджерлер өздеріне миллиондаған сыйақы бөліп, бүкіл халықтың мойнына жүктелетін сыртқы қарыздың қомақты бөлігін қалыптастыруда. Сондықтан квазимемлекеттік мекеменің бюджетін қоғам мен парламенттің қадағалауына қайтару өте маңызды шара деп санаймыз. Олай болмаса, парламент пен қоғам экономикамыздың бақандай 60% табысын көре алмай отыр. Бұл жерде әңгіме елдің аузындағы самұрық қазынада ғана емес. Қазақ айтпай ма, жұт жеті ағайынды деп. Бұлар бәйтерек қоры және министрліктер мен әкімшіліктердің маңайына үймелеген СК Фармация, Парасат холдингі, Зерде холдингі, СПК, сол сияқты қаптаған РГП, АО және ТО-лардан бүгін аяқ алып жүру мүмкін емес. Негізінде СПК дегеніміз бұл аймақтардың деңгейінде құрылған сол самұрық қазынаның кішкене түрі. Олар шағын орта бизнесті қолдау үшін, әлеуметтік азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін құрылған болатын. Оларға бизнес пен мемлекет қанша қаржы шығындады, бірақ СПК өзінің не үшін құрылғанын бүгінде ұмытқан сияқты. Алайда бұл құрылымнан пайда бар ма, жоқ па, осыны сараптайтын кез келген сияқты. Олардың бюджеттері, шығыстары мен кірістері толығымен ашық болып, республикалық және жергілікті бюджеттерге кіріп, олардың басшылығы шығыстары мен жеткен жетістіктері туралы қоғамның алдында есеп беру керек. Президенттің тапсырмасына сәйкес ұлттық компаниялар мен мемлекеттік кәсіпорындардан түскен барлық таза пайда бюджетке түсуі керек. Қаржы қажеттілігі туындаған жағдайда мекеменің басшылары парламентке келіп, шығындарының әрбір теңгесінің шығынын дәлдеп беру керек. Егер құрылғанына 5-10 жыл болған мемлекеттік компания мемлекеттен әлде қаржы сұрайтын болса, онда ол мемлекетке емес, өз қалтасына жұмыс істегені. Мұндай компанияларды жою керек. Олардың орнына өз қаражат есебінен жұмыс істейтін және бюджетке салық төлейтін жеке кәсіпкерлерге жол беру керек. Екінші резервтің көзі жинақтаушы, сақтандыру немесе міндетті мүшелік жарна деп аталғанымен, шын мәнінде азаматтар мен кәсіпкерлер үшін қосымша салыққа айналып кеткен міндетті төлемдер. Медициналық әлеуметтік сақтандыру қор қаражатының тұлғасыз пайдалануы мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының маңайындағы жиі болатын дауларды ескерсек, осы қорларды басқару, олардың шығыстары мен сыйақылары парламенттің ашық талқылауы мен бақылауында болуы тиіс. Сәтті реформалар кезінде Грузияда экономикалық еркіндік актісі шеңберінде осы жолды таңдаған. Осыған байланысты Ақ жол фракциясы мемлекеттік бюджетке барлық квазимемлекеттік мекемелердің бюджеттердің ашықтығы бойынша арнайы тарау енгізіп, басшыларын қоғам алдында өз шығындарын дәлелдеме келтіре отырып қорғауды және жұмыс нәтижесі туралы есеп беруді міндеттеуді ұсынады. Осындай шара парламент жұмысында да бюджеттің жаңа кірістерінде де маңызды реформа болып табылады деп санаймыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары, назарларыңызға рахмет.